уа жаратқан Алла, аспан мен әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын іс жүз үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайта жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдері мен сипаттарын паш етуде. Қашан теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырса, кемедегілер уа жаратқан Алла деп айғайлай бастайды. Керуен бағытын жоғалтып, не жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса да, уа жаратқан Алла деп жалбарына бастайды. Қатты қайғы, ауыр мұң басса, бәлеге душар болып, басқа күн түссе, кесел кесапатқа ұшыраған адамдар уа жаратқан Алла деп оған жалбарынады. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей кедергіге ұшырағанда, ол уа жаратқан Алла деп жалбара бастайды. Амалы құрып, мұңайып, үміттер мүлдем үзіліп, не істеуді білмей абыржығанда, кісі тағы да уа жаратқан Алла деп жалбарынады. Әрқашан кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, айла шарығың құрығанда, уа жаратқан Алла деп оған сыйын бауырым. Сені естідім жаратқаным, бүкіл жерде кесел кесапат торуылдап, жанға мүшкіл кеп түскенде, таңды тосып, атыңды атап жалбарсам, таң жарқырап, күлкі үйіріліп жүздерге, шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға жетіп тұрады. Шынайы көз жасымен жуылған ықыласты дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат оның дәрейіне қабыл болады. Мұқтаждардың көздері оған телміріп, қолдары оған ұсынылады. Қиын уақыттарда кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін бұл дүниеде де миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректерді жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтқан тыныштық сезімін алып келеді және күшті сенім пайда қылады. Уа жаратқан Алла дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жай барқат бір қалыпта қаға бастайды. Қорқыныштары ақырындап жойылып, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы түнелдің келесі бетінен жарық жолы пайда болады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанына ризық береді. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған ең әсем есім. Ол күллі аспан, әлем мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы, жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғанда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас һәм тең келетін біреуді білемісің? Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес және мәңгілік, қуат, ұлылық және кемеңгерлік иесі. Сол күнді күллі жаратылысқа, бүгін шексіз билік кімнің қолында дегенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан күллі болмыс бір өзі билеп, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән деп жауап береді. Алла Тағала мейірімді және қорғаушы, қолдаушы және құтқарушы, сүйкімді және қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Алла Тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Таңдап сені бітіре алмаймыз жаратқан. Қанша айтсақ та жарарлымыз сөз жақтан. Ұлылығың, ұлықтығың алдында ақыл ойдың шегі әлсіреп бара жатқан. Уа жаратқан Алла, қапаның орнына сүйеніш, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш туа қалса есендікте айналдыра көр. Уа жаратқан Алла, жүректерімізді қайғырудан, күмәнданудан арылта көр. Біздегі қорқыныштардың алау жалынын иман суымен өшіре көр. Уа жаратқан Алла, ұйқысы қашқан көздерге тәтті ұйқы бер, жайсыз жанымызға тыныштық бере көр. Жәрдеміңді тездете көр. Уа жаратқан, адасқан азапты жолдан айқын жолға шығуға, жан-жаққа қарайлап адасудан арылуға мүмкіншілік бер. Бізді тура жолыңа сал.
О жаратқан Алла, бізді шайтанның азғыруларынан сақта, жүректерімізге ақиқат нұрын кіргізе көр. Уа Алла, бізді қайғы-мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп сүйенгендерден, сенен басқалардан алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымыз, сүйенішімізсің.